дейді. Әр коробканың сыртында написано, не рекомендуется превышать дневную дозу дейді. Бір таблетка десе, значит бір таблетка. 3 таблетка десе, 3 таблетка. Почему мен оны айтып атқан? Потому что бізде уже бірнеше случай болды. Жатарда әнөгіні 3 капсула авылайын ішінде чеснок бар. Моментально острый панкреатит болып, в тяжелом состоянии больницаға түсті. Дұрыс сөзіңіздің аузында. Поэтому бұл мына препараттарды шығарған ученыйлар шығарды. Бұл анауына сырттан келіп біреу бүйтіп шығарсаған жоқ. Бұл целый бұлардың өздерінің нелері бар, шығарған. Комитеті бар, осы препаратты шығарған. Оның ішінде доктора медицинских наук. Поэтому олар жазды ғой. Бір капсуладан не рекомендуете десе, сөйтіп вот как там написано, коробканың сыртында қалай ішу керек, солай бересіздер. Потому что егер мен бір рет айтайыншы, ана өткенде бот алып келген ғой, мысалы танымаймын мен. Сол үстеме сұраған бұл кісі маған 4 ішесің деді. Нені? Мен сол кісі болса айтайын деймін, мен алдыңызға келдім деп. Презентацияны көрмеңіздер. Вот поэтому оқыды бұл кісі оқы дейді, мен оқыдым бәрін. Вот смотрите, почему, допустим, екі капсул, керек болса екі капсул деп жазар еді. Компания выгодны бізге екі капсулны ішіп, тезірек бітіріп, тезірек алғанымыз дұрыс болады. Но компания делает правильно. Олар несі, әр неде бір капсулың өзі, допустим, сіз екі капсул ішсеңіз, организм тек қана бір капсулын қабылдайды. Қалғаны үлкен дәретпен шығып кетеді. Сізде ақша асып бара жатса, пожалуйста, сразу оны ішіңіз. Но какая в этом необходимость? Поэтому коробканың сыртына жазылып тұр. Бір таблетка, 3 мезгіл, бір таблетка, 2 мезгіл. Вот соған қарап ішесіздер. Не превышайте дозировку, потому что қалай айтсақ бұл лечебный шөптер. Бұлардың өздерінде реакциясы болады, превышение дегенде. Это жаңа айтып отқан бютилайн. Келесі препарат бізге келген, 4-ші препарат бізге келген авылайн. Авылайн дейді. Авылайн деген препарат, ол біздің бұл антипаразитарный препарат. Вот авылайн деп аталады. Ал енді бұл препараттың, бұл шикарный препарат, вместе бұның действиесі. Во-первых, антипаразитарный, то есть любой паразиттер дөртеді. Антибактериальный препарат, бактериальный. Антивирусный препарат мынаның өзі. Көрдіңіз бе? Антиглистный препарат, но антиглистный препарат. Қазір заманда кішкентай баладан бастап үлкен кісіге дейін у всех глисты есть. Неден бөлек болатын, комиссия айтып беремін. Бұл препараттың өзі мочегонный. То есть біз негізінде әр клетканы, мінекей мынау біздің клеткамыз. Қанша біз су ішсек, егер ол клетканың молекуласы кішкентай болмаса, ол қайда барады? Міне клетканың арасында тұрып қалады. Межклеточный жидкость дейді. Сол жерде тұрып қалады да, давление көтереді, бүйрекке нагрузка болады, отек болатыны осыдан болады. Межклеточный жидкостьтен. Сондықтан осында лишний жидкостьті бәрін шығаратын вот этот препарат. Мочегонный деп алады. Препарат. Ол препараттың өзі желчегонный. Өте қойыланып кеткен адамдардың несі өте жақсы. Өте жақсы климактерический периодта әйелдерге жақсы көмек беретін. Это вот этот препарат. Авылайн деген препарат. Бұл препаратты бір таблеткадан 3 мезгілі дойды тамақтың алдында ішілетін препарат. Авылайн деп аталады. Ал енді кішкентай балаларға келгенде бір таблетканы аласыздар да, бір таблетканы. Мен 2 жасар немереме бердім. Ұмтақтап, мынаны суға есіп, шприцпен инесін алып тастадым, сорып алдым, аузына құйып жердім. Почему сөйтіп бергені бір себебі, оның ішінде чеснок бар, оның ішінде куркума бар составында, авылайныңда. А чеснок, куркуманы оңайшылықпен әрқайсысы іше алмайды, үлкен адамдар да іше алмайды. Вот видите, мына ішінде әрқайсы препараттың сыртында составтары жазып тұр, да? Не көрді. Сондықтан, мына авылайнды, вот именно бір таблетканы 3 мезгілі. Особенно у кого панкреатит, дозировку не превышайте. Потому что панкреатит үйқы без чеснокты жеп көреді. Үйқы без куркуманы жеп көреді. Егер оны кәдімгіде 2-3 таблетка келсе, обязательно обострение болады. Сондықтан бір таблетканың өзі жетіп жатыр. Бұл авылайн деген препарат. Ал енді қазіргі заманда мен айтып отырғаным, практически у всех глисты есть. У всех абсолютно. Значит, глисты деген немен? Бұл шектің ішінде пайдалы құрт болады. Мынау шек болса. Так, можно я вот сотру. Шектің ішінде пайдалы құрт болады и пайдасыз құрт болады. Вот мынау шек.
пайдалы құрт деген мына ішектің ішінде. Біздің жеген тамамыз ең басында асқазанда қорытылады, одан кейін ішекке барады. Ішекке барғанда сол жерде бифидум колибактерин деген пайдалы құрт болады. Бифидум колибактерин деген. Вот этот. Бұл кәдімгідей мына жеген тамамызды асқазанға ішекке барады, сол мына құрт арқылы ары қарай қорытыла береді, керекті витамин бір жерде нетеді, всасывается, аминокислот үшін бәрі тамақтың ішінде, бәрі қанды бізге керек нәрсе бәрі осы ішектің ішінде бәрі нетеді. Потом иммунитет қай жерде пайда болады? Иммунитет. Ішектің ішінде. Ішектің ішінде мынандай слизисті бар. Сол слизистінің ішінде иммунитет болады. Егер адам постоянно ішек алып тұрса, біресе понос, біресе жаңағы запор болып тұрса, соответственно, конечно, иммунитет слабый болады. Сондықтан мына ішекті постоянно в хорошем состоянии ұстап тұру керек, мына ішекті. Ал енді бұл ішектің өзін мына бифидум колибактерин. Қай уақытта мына бифидум колибактерин жұмыс істемей қалады? Когда кишечные палочкалар көбейіп кетсе, инфекционные палочкалар көбейіп кетсе, несет дизентерия палочка дейміз бе, жаңа или какой-то пищевое отравление, химическое отравление болса, мыналар жөнді жұмыс істемей қалады, и это самое нете бастайды, өле бастайды. Сондықтан обязательно жатарда бір кесе айран ішіп жатыңыздар. Потому что бифидум колибактерин бұл қай уақытта көбейеді, когда кислый среда. Қышқы среда болу керек. Айран ішсеңіздер, как раз таки как на дрожжах, мыналар көбейе бастайды. А бұлар көбейе бастайды, иммунитет жақсы болады. Жеген тамағымыз жөнді қорытылады. Көрдіңіздер ме? Ал енді қосымша бұл ішектің ішінде керек жоқ, пайдасыз, яғни айтатын глисты. Көбінесе мынау глисты деген. Бір глистыдың өзі почти 300 наименование глисты бар. Неше түрлісі бар оның, да, сол құрттардың да. Сол құрттар деген почти практически 500 ауру шақыратын солардың. Бір құрттың өзі жаңа кәдімгідей неткен кезінде, көбейген кезде жұмыртқа тастаған 9 жұмыртқа тастайды. Мына құрттардың өздері. Көрдіңіз бе? Сондықтан особенно қазіргі заманда ең жаман құрт басын көтерді. Біз институт жүргенде оны көп білмейтін едік. Эхинокок деген. Ол эхинокок деген өзінің ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. 3 метрге дейін. Өзі мынандай жұқа, как лента сияқты. И әр мына лента, мына ненің ішінде мынандай клеткаға бөлінген, и әр клетканың ішінде басы бар. Бір мінекі мына біреуі үзіліп, ана қанмен қай жерге барса, оған без разницы. Миға да бара береді, өкпе жағы дейсі бе, бауыр дейсі бе. Даже анығы маған біреу келді, екі омыртқаның арасында мына эхинокок киста отырып. Бұны емдеу өте қиын. Бұларды өлтірді қиын, но зато бұны интоксикация очень смертельный болады, егер уақытында таппаса. Поэтому для профилактики авалайн деген препаратты ішу керек. Всем подряд. А эхинокок қайда болады? Шашлык. Біз бәріміз шашлыкты жақсы көреміз. Егер жөнді мариновать етпесе, обязательно может быть там будет. Қосымша, егер базарға барып, аны өкпе бауырды сатып алғанда, обязательно екі прям саусақтың арасында перебирайте. Егер бір түйір болса алмаңыздар. Гарантия жоқ, что бұл мал сау екенін. Сондықтан ондай нәрсе. Бұл авалайн деген препарат. Келесі біздің препаратымыз, компанияда жұмыс істеп жатқан препаратымыз, бұл геполайн, 5-ші препарат. 5-ші препаратымыз геполайн. Геполайн деген препарат. Геполайн деген препарат неке коробканың сыртында бауырдың суреті бар. Бұл геполайн деген препарат бауырға арналған. То есть бұл препараттың өзі кәдімгідей бауырдың клеткасын жуып, шайып, орнына келтіріп, жұмыс істеткізетін бауыр. Геполайн деген препарат. Геполайн кімге керек? Особенно гепатит А, Б, С, Д деген не бар, гепатит бар. Мынау бактериальный, то есть бұнымен ауырса, буквально даже бір-екі аптадан кейін уже адам жазылып кетеді, даже ізі де қалмайды. Бұл сары ауырдың, да? А мыналар деген, это тяжелая форма. Бұлар вирусный. Бұлар постоянно қанның ішінде бұл вирустар жүре береді. Сөйтіп, мына бауырды кәдімгідей жей береді, бұжи береді, әйтеуір сөйтіп түбіне жетеді, да? Мына вирустар. Қосымша бұл геполайн, мыналардан басқа тағы да кімге керек? Гепатохолецистит деген ауру бар. Гепатохолецистит енді. Желчекаменная болезнь деген. Мына препараттың өзі гепатоз, ожирение печени. А мына гепатозмен қазақтар көп ауырады. Неден? Потому что біз бешбармақ жазсақ, обязательно бір ел май болу керек.
етті. Анда арық еттен біз бешбармақ жасай алмаймыз. Егер жаңа қазы жасақ, барлық майды қазының ішіне тығамыз. Оны соңғы қыстай жейміз оны. Сонда ол майдың барлығы қайда барады? Қанның ішіне барады, не болмаса бауырдың ішіне барады. Сөйтіп бауырдың майға айландырып жүрген. Сол гепатозды ақырында соң бауыр жөнді жұмыс істемей қалады. Осы препарат мінеке гепалайн, осы гепатозға арналған. И плюс еще цирроз деген. Цирроз деген білесіз бұл не деген? Уже мына бауыр әбден солып мынандай кішкентай болып қалады. Сап-сары болып қойды, қатайып кетеді, тасқызып. Жөнді жұмыс істемейді. Мына ішіндегі баратын бәрі обменный процесстер бәрі мына ішіне жиналады да, сөйтіп іштің ішінде су жиналады. То есть мына уже бауыр ішіріп кетті де ол айтуға да болады. Соны цирроз дейді. Это предраковое состояние. Для профилактики ондай нәрсе болмау үшін обязательно гепалайнды ішу керек. Сонда мына гепалайн А, Б, С, Д қосымша гепатохолецистит, у кого бауырмен өтіп, у кого, значит, желчекарный гепатоз печени деген обязательно гепалайн препарат ішу керек. Негізінде адамның ішінде 3 фильтр бар. Ең кішкентай фильтр ол мына тамағымызда 2 миндальный, 5 мына ішінде. Бір кішкене сәл суық тиіп қалса, қай жеріміз ауырады? Тамағымыз ауыра бастайды. То есть келе жатқан микроб вирустар барлық тамақтар миндальный ұстап қалады. Екінші ең үлкен фильтр ол бауыр. Бауыр кәдімгідей осы біздің жеген тамағымызды, ішкен суымызды бәрін тазалап отыратын, как раз таки сол бауыр. Бауырдың өзі. Поэтому бұл бауырды 1 жылда 2 рет обязательно тазалап тұру керек. Даже ауырмаса да. Для профилактики мына препараттардың өзін бәрін 2 коробкада ішу керек. 2 коробкада ішу керек. Бұл гепалайн препарат. Ал 3-ші фильтр, бұл ең үлкен фильтр, біздің қанымызды тазалайтын бұл бүйрек. Бүйректі. Бүйрекке өте жақсы көмек беретін жаңағы магний водород. Вот этот препарат. Енді бұл гепалайн. Бұл препаратты бір капсуладан 2 рет тамақтың алдында ішіледі. Бұл 2 рет ішіледі. Ал мынау 3 рет ішілсе, бьютилайн 1 рет ішіледі, а мынау 2 рет ішіледі. Таңертең кешке или обедте ішесіздер, только 2 рет ішіледі. Бұл препараттың несі, действиесі. Бұл гепалайн деген препарат. Келесі препаратымыз, так, 7-ші препарат, синергия деген препарат. Синергия деген препарат. Так, 5, 4, 5, 6-ші препарат. 6-ші препарат бұл синергия деген препарат. Синергия деген препарат менеке мынау. Егерде бізде осы компанияның препараттарының ішінде давлениені түсіретін бірінші магний, давление түсіретін, екінші бьютилайн болса, а мына препарат синергия, у кого низкое давление, гипотониктерге, у кого на постоянно ауырып жүретін адамдарға, әбден аурудан әлсіреп шаршап қалған адамдарға, давлениесі аз болын, постоянно бастары айланып жүретін адамдарға мына препаратты беру, синергия деген. Бұл кәдімгідей прям энергия, бодрость, давлениесі көтеріліп нететін осы синергия препарат. Бұл синергия деген препараттың өзінде де 2 капсуладан бір-ақ рет ішіледі, до еды. 2 капсуладан ішіледі. Ішкен адамдар кәдімгідей айтатыны несі, как будто внутривен энергия, бодрость құйған сияқты болады. 2 капсулы пьется. Синергия деп аталады. Бұл препараттың тағы қосымша өте жақсы қасиеті бар, особенно араққа құмар адамдарға. Синергия препарат. Құмар адамдарға. Вот это синергия препарат. Энергия күш беретін, әл беретін, бодрость беретін, прямо давлениесі көтеретін, это только гипотониктер. Мына синергиямен магнийді қоспаңыздар. Мынау наоборот снижает, мынау төмен түсіреді давление. А мынау наоборот көтереді давлениені. Вот у кого давление низкий адамдарға. Синергия деген бұның ішінде өте көп не бар, калий бар. А калий ол соның жетіспеген адамдар араққа құмар болады. А мынау как раз отвращение жасайды. Я сондай состояние. Ну, мен әлі ондай клиент болған жоқ, но по крайней мере описаниесі сондай болып отыр да. Бұл мына синергия деген препарат. Тамақтың алдында ма, артында ма? Барлығы тамақтың алдында, тек қана магний тамақтан кейін. Бәрі тамақтың алдында ішілетін препарат. Так, и последний препарат бізге келген, последний, по-моему, да? Хепилайн. Хепилайн деген. Мына препарат. Бұл мой любимый препарат, бұл хепилайн деген препарат. Шикарный.
жоқ болып жүрген бар ма? Мінекей, мынау Happy Life. Ал енді мен сіздерге бір сұрақ қояйын. Кім қазір кітап оқиды? Молодец. Кім қазір газет оқиды? Газетті қайдан алып жүрсіздер? Да? Ну вот видите. А әлі кеп жүр ме газеттер? Бюджетте жұмыс істейтіндердің бәріне газет керек. Да? Әлі газет шығарады екен ғой? Дело в том, что, понимаете, мен неге онда сұрақ қойып жатырмын да? Адам деген мына миды, мынаны, постоянно нетіп отыру керек. Прям тонусты ұстап тұру керек, жұмыс істеткізіп тұру керек. Чтобы нарушение памяти болмасын, алжымау үшін. Қазір бұрынғы заманда мен есімде бір, біз мектепте оқып жүргенде біздің ауылда бір Базарбай деген кісі болатын еді. Қай жерде отырса да Базарбайдың үйі қайда, Базарбай сол кезде былай бүйтіп санап отырсам, деді бір 40-қа келген адам еді. Қай жерге барса да Базарбайдың үйі қайда, Базарбайдың үйі қайда, өз үйінде отырса да Базарбайдың үйі қайда деп сұрақ қоятын еді. Сонда уже 40-қа келіп ол алжыған екен да. Ал енді бұл диагноз қазір наоборот омоложение жасап жатыр. Қазір көп адамдар алжып жатыр. Үйінен шығып кетіп, қайда жүргенін білмейді. Сондықтан мына біздің Happy Line алжымау үшін, в первую очередь, осының бәрін ішуіміз керек. Happy Line деп аталады. Happy Line деп аталады. Бұл бірінші бұл препарат алжымау үшін керек. Чтобы не было. Ол алжит, неден адамдар алжит? Бірінші причинасы алжитын еді. Атеросклероз сосудов. То есть мидағы тамырлардың бәрі қатайып кетіп, жөнді ол жерге питание бармай, жөнді кислород бармайды. Ақырында тамырлары әбден күнде жатқан шланг құсап қалады. Сөйтіп ол арқылы питание бармайды. Сөйтіп мидың клеткасы нарушение жасайды. Ол причина содан болады. Поэтому алжымау үшін бәріміз соны ішуіміз керек. Ал енді оны постоянно мына кітап оқып, тақпақ жаттап, неше түрлі кроссворд дейсібе, судоки дейсібе, бәрін сөйтіп етсеңіздер, ол наоборот мына памятті развивать етесіздер. Мен өзім мінекей, мен бүгін осы Таразға қонам деп келдім де, я обязательно жатарда, я с собой всегда и буду босын, мінекей я судоки готовлю. Вот. Поэтому осыны нәрсе постоянно сіздерді болу керек. Это развивает память. Память развивает. Жаттау керек, запомнить надо, напрягаешься. Кейбір кезде мен де ұмытып қалам. Ұмытып қалсам, соңғы біраздан кейін қиналамын. Как же это называется? Как же называется? Отырамын да, соңғы когда вдруг успокоюсь, ана өзімен өзі келеді ойыма. Понимаете? Это все қазір мен ойлаймын Happy Line'ның арқасында. Мен Happy Line'ды өте жақсы көремін. Біріншіден, енді спокойно нервную систему успокаивает, энергия береді. У кого бессонница, это самый лучший вариант. Оның ішінде гинкобелоба бар. Гинкобелоба деген не шөп ол? Ол өте күшті шөп. Кәдімгідей мидың клеткасын жұмыс істейтін гинкобелоба деген шөп. Оның ішінде мелиса бар, валериана бар оның ішінде, оның ішінде химель бар. Они как успокаивающе работают. Вот этот Happy Line деген препарат. Бұл препараттың өзі мало того, жаңағы мына миға жақсы. Внутричерепное давление у кого высокое. Травма головного мозга, травма алған адамдарға. Кислородонарушение головного мозга. ДЦП деген ауру бар. ДЦП деген детский церебральный паралич. Эпилепсия. Паркинсон деген ауру, білесіздер оны, вирусный заболевание деген, сондай адамдарға. И инсультный, инфарктный адамдарға керекті Happy Line. Особенно Happy Line мен мына магнийді қосқанда, мына жаңа Happy Line екеуін қосқанда, міне, осы екеуін қосқанда ДЦП, детская задержка развития речи деген, значит, эпилепсия, Паркинсон деген, внутричерепное давление, осы екі препарат жақсы көмек береді. Вот екеуі, они параллельно. Аутизмға вот этот препарат жақсы көмек береді. Видите как, одной из причин аутизм деген, біздің кезімізде вообще біз аутизм деген ауруды білмейтін едік. Вот когда мен өзім жұмыс істегенде. Ол аутизм деген неден шығады? Бірінші шыққан аутизм, это вот это наши гаджеты. Міне, сотовый телефон и компьютерлар. Қазір, вот мен өзім немерем, қазір мінеке 7-ші класста оқиды. Все, сабақтан келді бе компьютердің алдына шығара алмаймыз. Мен уже баламды дұрысып жатырмын. Попробуйте компьютерді бір күн алды, балам алды, компьютерді өшіріп тастап, все, ақшасын төлеген жоқ депті. Вы знаете, қандай истерика болды?
ойбай, әзер қойдырдық қой. Прям кәдімгідей чуть не это самое. Поэтому, а это уже первый признак аутизма. Они психованные, нервозные. Бермесем жылайды. Любой баланы сотовый телефоны ойнап отырғанда тартып алыңызшы, қандай истерика болады. Это вот эти первые признаки аутизма. Бұрынғы заманда балалар далада ойнап нетеді, қазір тек қана прям келісіп телефон ұстайды. Вот настолько айтсам. Қазірде уже осы телефонды бірінші шығарған японцылар, қытайлықтар уже запрет қойып отыр. Мектепке кірерде бәрін телефон тартып алып нетеді. Не болмаса вообще қазір үйлерінде де уже запрет қойып отыр. Потому что мына телефонның пайдасы бар и өте көп пайда, керегі жоқ нәрселер бар. Почему қазір рак головного мозга, құлақтары естімейтін, көбейіп кеткен. Құлақ естімейді дейді, ертіп не құлақ. Потому что мына телефонның өзі, қараңыздар бұның действиесі қандай. Мынау телефон, міне мынау телефон. Мына жерде, допустим, мына жерде құлақ болсын. Телефон қалай звондаса, сразу электромагнитный волны шығарады. И тура мына жерде мына құлақтың несін, жаңағы бар, молоточка, анау деген, соған действовать етеді. То есть мына құлақтың нервный клеткасын действовать етеді. Бір күнде неше рет телефонды ұстаймыз. Таңертең кешке дейін қолымыздан телефон түседі. Әрқайсысы бүйтіп ұра бергенде ақырында нарушение слуха. И мына электромагнитный волны вызывает раковые клетки. Раковые клетки бәрі организм, даже здоровый адамдарда бар. Но дело в том, что қайта бүйтіп ана нарушение жасаса, ол өсей бастайды, раковые клеткалар. Вот вам причина вот этого гаджета. Сондықтан балалар болсын, өзіміз болсақ, чем меньше біз увлекаемся, тем лучше. Особенно жас келген адамдарға. Вот. Это жаңағы неде. Сонда на Happy Line деген, хорошо, что бұл компания осында бір препарат тапсын, алады емдеу үшін. Вот осындай нәрсеге керекті нәрсе. Happy Line деген препарат. Мария Витальевна, извините, конечно, мен сізді бөле салайыншы. Мен просто сабағым кеш қылам. У меня просто нем бар да, тоже наш партнер. Соның 11 жасар немересі, вот қазір несін диагноз жіберді десем, оның несін жіберді, 3 группа инвалид с сахармен дейді, какой-то аппаратта отыр екен. И жақында ғана маған сол туралы жақында айтқаннан кейін беріп көрсеш деп, сөйтіп жаңа ғана осы келерге келе алмады, сұраса, біз немеді білмеймін ғой, біреу через день бер деді. Соның кейін тағы қорқақта, может быть, бір капсула